Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге чебуреки пирожкini дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салмасына менде асқабақ картошкамен, сіздер етпен, немесе өзіңіз сырмен, қалаған начинкаңызбен жасасаңыздар болады. Ол үшін ең алдымен өлшеп алған ұнымызға 1 қасық тұз және 2,5 қасық ас қасық сұйық май және қайнап тұрған ыстық су құйып, алдымен қасықпен, содан соң қолмен жақсылап қамыр илеп аламыз. Мінекей осындай орташа жұмсақтықта біздің қамырымыз дайын болды. Енді жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Начинка менде асқабақ пен картошканы суға қайнатып, және пиязымызды майға қуырып, солай пюресін дайындап алдым. Сіздер етпен немесе мен сияқты асқабақ пен картошкамен жасасаңыздар болады. Қамырымызды қатты жұқа қылмай, орташа міне видеодағыдай жұқалықты жайып, өзіңізге керекті өлшеммен дөңгелек етіп, формамен кез келген кесіп дайындап аламыз. Ыстық майға салған кезде ашылып кетпейтіндей етіп, қамырымызды жақсылап біріктіріп, қаттырақ басып, видеодағыдай дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға осылай екі бетін аунатып отырып пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Мінекей біздің шүберектеріміз дайын, сырты осындай қытырлақ, бүдір-бөрді болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.